Всем привет, қалайсыздар? Бүгін мен тайский ананас алдым. Ішінде 5 штук болады екен, и 4 штуктық болады екен. Өткенде Ташкентте жегенімізге ұқсай ма, ұқсамай ма, қазір көретін боламыз. Жалпы өткенде Ташкентте жегеніміз ол наклейкаларымен еді ғой. Ал мынау наклейкасыз просто пакетте сатылып жатыр. Енді сонымен қазір бұйырса соның дәмін көретін боламыз. Мен алдында жегенім мыналар ұзын еді. И мынандай үлкен емес екен. Бисмилля. Сочный. Но бірақ дәмі прям тәтті емес бұның. Негізі мен Ташкентте 2700 теңгеге алып жегем. Біздің теңгеге шаққан кезде, но бірақ қазір мынау бізде 2000 теңгеден. Мен оның ішінде кішкентай 5 штук етін. Мынаның қазір 4 штуктығы, 5 штук, 6 штуктығы шығып кетіпті. Ну, елдер айтуынша бұл китайский дейді. Білмеймін. Но бірақ Ташкенттегі тәтті емес. Ташкенттікі реально Таиландтікі ғой. Но бірақ мынаны да жеуге болады. Сочный. Тәттісі бар. Советую. Негізі мен басында совет бергем, жеңіздер деп. Но бірақ қазір елдің бәрі хит болып жатыр ғой негізі. Жеп жатыр ғой соны. Алып жеуге болады. Сен өзіміздің анау 800 мың теңгелік ананастар жесең ауыздарың ұйып, потом кислыйсы көп қой негізі. Ал мынада ондай емес та. Кішкентай балаларға да берсе болады, смело жеуге. Но бұның да иісі бар, ананастың иісі. Но алдыңғысында иісі прям күшті шығатын. Но бұда онша ондай шықпай тұр, но болады жеуге. Алып жеңіздер. Жеп көрмегендер болса, обязательно жеп көріңіздер. Негізі жеп көрсеңіздер болады, советую. Ортасында мынандай несі бар. Ұзыннан. Жеп көрмегендер болса, обязательно жеп көріңіздер. Мен өзім негізі ананасты қатты жақсы көрем. Но бірақ мына вообще мощный. Именно тайландский алып жеп көріңіздер, мынандай эмблемасы жоқ нелерде емес. Именно сол эмблемасы бар, 555 деген. 555 деген номердағы. Соны жеп көріңіздер. Алыңыздар, жеңіздер, стоит. Ас болсын барлығымызға. Всем пока.